Бүгін мен май шайқап жатырмын. Кеше күн наурыз тойы деп жүріп, кілегей қаймақтарын жинап қапты. Негізі сиырларым сүті сондай майлы да. Бүйтіп, енелерім кезінде енелеріміз көрсететін өстіп май шайқапты. Соны үйрендік. Мынау қаймақтан алған майым, піскен қаймақтан. Десең де қорықпайсың да піскен дүние. Осы сливкидің өзіне қыздарым торт пісіріп кремін жасап жүр. Базардан 2000-ға сливки сатып аламыз ғой. Қарап отырсаң бағасы қымбат та, 2000-ға. Торттың өзі 7000, 5000. Кейде сол тортты жегім де келмей қалады бағасына қарап. Кімде сондай екен? Өз басым қымбат затты онша ұнатпаймын. Осы қолдың кілегейіне выпипай торттың кремін жасасаңыздар болады екен. Егер жасағыларыңыз келсе, жасап көріңіздер. Күшті шықты, енді дәмі ұнады маған. Зиянда емес. Кей торттың кремін жей алмайсың, бекер қалып қалады ғой. Ал мынаны сүйсініп жейсің. Осындай жақсы үйдің өнімдерінен керемет заттар жасап жатыр қыздарым.